Енді мұндағы жалдамалы жұмыс істейтін жастар тәшкені компьютерге, автокөлік жуатын сүрткішті тігін машинасына, суық даланы жылы кеңсеге айырбастай алады. Яғни қайта оқып, біліктіліктерін арттырып, тұрақты жұмысқа орналасуға мүмкіндік молайды. Тіпті бастау бизнес арқылы несие алып, кәсіпкер атаналады. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының тиімді тетіктерін осында орналасқан жұмыспен қамту бекетінде ақпараттандырылып жатыр. Ауылдан келген жастар, Қарағандыдағы жастар осы жұмыспен қамту орталығының қай жерде екенін білмейді. Осының мақсатты біз білу үшін көбінесе ауылда келген жастарымыз урбанизация жүріп жатыр. Ауылдан көптеген жастар қалаға келеді. Сондықтан да осы әсіресе жазды күндері жастарға осы базарға келіп жұмыс істейді. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жастармен арнайы кездесіп, өтініш тілектерін сұрап білді. Жалпы облыста жастардың үлесі 300 мыңға жуықтайды. Олардың 7 мыңы жұмыссыз жүр. Бұл ақпараттандыру жұмыстарының бәсеңдігі деп жауаптыларды сынға алды аймақ жетекшісі. Сондықтан орталыққа жүгінген адамды тек тіркеп қана қоймай, мемлекеттік бағдарламалардың ұтымды ұсыныстарын дұрыс түсіндіруді талап етті. Мына осы базарда 10-15 мыңға дейін адам күнін өтеді. 10 мың адамға дейін өтеді. Солардың барлығы көбі жаңа өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар. Солай ма? Жұмысы жоқ жігіттер. Тележка тасып жүреді, немесе грузчик жүк тасым артатын жігіттер. Соның бар, олардың бәрі мамандық алғысы келеді. Елбасының айтып отырмын ғой, қаншама бастамалары мен жолдауларында жасаған осы мүмкіндікті пайдалану үшін осын жасадық. Сіздер жай ғана жұмысқа келген адамды тіркеп отыру емес, консультант, үйрететін адам болу керек. Ақпараттандыру жұмыстарының нәтижелі екеніне бір ғана мысал. Азамат Құтжанов базарда жалдамалы жұмыста. Күзетші ретінде табатын тиын тебені бүтін бір отбасын асырауға аздық етеді. Бүгін жаңа ашылған жұмыспен қамту орталығына келіп, бизнес ашуға мол мүмкіндігі барын сұрап білді. Енді ортопедиялық матрас жасайтын цех ашуға бекініп отыр. Сол матрас ортопедический, жаңағы пружиналар ортопедтен, адам денсаулығына пайдасы бар. Жай жасалатын да бар, енді ортопеdia де бар. С кокосом дейді, жаңағы үстіне кокос қапталады. Енді соны әрі қарай іске асырамын деп отырмын. Енді осы жерге кеп тіркеліп, жаңағы қаражат жағынан қиналып жүрміз. Сол қаражат жағын алсақ, әрі қарай соны дамытып, жаңағы халыққа кішкене несі болса, соны айналдырамын ба деген ойымыз бар. Маған кешеден бастап мысалы түсіндіріп жатыр, енді қандай мамандықтар, основном технический деп жатыр. Енді 1-2 ай оқып, әрі қарай мамандық тауып беріледі екен, және де жұмыспен қамтамасыз етіледі. Жұмыспен қамту пунктінің есігі жасқа да жасамысқа да ашық. Мұндағы білікті мамандар барлық ақпаратты беруге дайын. Сейчас вы красиво все показываете, да? Дальше я буду неделю раз буду появляться здесь. В любое время появлюсь. Не дай бог отсюда. Вот, депутат наш будет контролировать. Енді Қарағанды облысында жалдамалы жұмыс істейтін жастардың саны азаятын болады, себебі облыс әкімі барлық қалалар мен Қарағанды қаласындағы базарларда осындай орталықтарды ашуды тапсырды. Бүгінгі күннің өзінде бұл орталыққа 30-дан астам адам келсе, соның 6-ы еңбекпен қамтылған. Яғни бұл жұмыссыздықпен күрестің таптырмас көзі. Гүлбақша Қажанова, Мұрат Төкенов, Сарыарқа телеарнасы.